Қайырлы күн оқушылар. Бүгін біз 7-ші сынып 2-ші тоқсан алгебра номер 1 ПЖВ 1-ші нұсқасын талдайтын боламыз. Бізде номер 1 тапсырма графиктер өзара параллель болатын функцияларды тауып, жауабын түсіндіріңдер дейді. Енді бізде 4 нұсқа берілген екен: А, Б, В, Г. Оларды талдамас бұрын ең бірінші біз сызықты функцияның негізгі формуласымен танысып алайық, қайталап алайық. Яғни y-тен болады kx қосылған b, иә, бізде. Бұл жердегі k бұрыштық коэффициент деп аталынады. X бізде аргумент, b бізде бос мүше. Енді жеке-жеке талдау жасап шығарайық. Бұл жердегі k екі функциядағы k екі түрлі болса, мысалы бірінші функциядағы k мен екінші функциядағы k екі түрлі болатын болса, онда бұл екі функция бір-бірімен қиылысады деген сөз. Так, k әр түрлі болса, онда қиылысады. Енді қиылысатын нұсқасын таңдап көрейік. Мына жерде бізде k 0,5 және 1 бөлінген 2. Бұл жерде екеуі бірдей болып кетіп тұр. Бізге әр түрлісі керек. Міне 3 бөлінген 10 және 7. Ендеше бұл функцияға бізде қиылысады деген сөз. Бұл жауапқа кірмейді деген сөз. Ары қарай келесі. К мен к-лары мен b-лары, к-лары мен к-лары, к тең к, б тең б, яғни бір-біріне ұқсас болатын болса, онда олар беттеседі. Мысалға, қарап көрейік. Иә, бізде А нұсқасы екен. К-лары мен к-лары бірдей болып тұр, яғни 0,5, 2-ден 1 дегенімізде, онда бізде 0,5 деген сөз, иә. Б-лары мен б-лары 8-де 8 екеуі бірдей болып тұр. Ендеше бұл екі функция бізде беттеседі деген сөз. А бізге параллель болатын табылды. Ендеше мына бізде жауапқа кірмейді. Енді параллель болатын нұсқасы қалай? Ол бізде тек қане к-лары бірдей болса, онда бізде екі функция параллель орналасады деген сөз. Мысалға, к-лары қане бірдей дейді. Мына екі нұсқаны алып тастадық, келесісін қарастырайық. Y-тен 5x қосылған 8 және y-тен 10 бөлінген 2 дейді. 10-ды көбейтсек бізде бәрібір 5 шығады. К-лары мен к-лары бізде не болып тұр? Ұқсас болып тұр. Енді бұларын қарай 8 және минус 2 екі түрлі болып тұр. Ендеше бізде жауап В нұсқасы деген сөз екен. Бізде к-лары соңғы нұсқада екі түрлі болып тұр, иә? Ендеше бұл бізде жауапқа кірмейді. Сонда бізде жауабымыз В нұсқасы екен. Енді біз жауапты қалай жазамыз? Сонымен біз жауапты қалай жазамыз? Жауапты негізінде мына түрде жазу керексіздіктер оқушылар. Y-тен болады k1x қосылған b1 және y-тен болады k2x қосылған b2. Бұл функциялардағы k1 мен k2 тең болса, b1 мен b2 тең емес болса, сызықтық функциялармен берілген түзулер параллель болады. Жауабы бізде В нұсқасы. Y-тен болады 5x қосылған 8 және y-тен болады 10 бөлінген x минус 2 деп жауабын жазатын боламыз. Номер 2 тапсырма. Y-тен болады x квадрат функциясының графигін тап дейді. X квадрат функция ол бізде парабола деп аталады. А бізде парабола қайсы сызба? Міне, мынау бізде парабола. Ендеше y-тен болады x квадраттың графигі бізде бірінші сызба болады деген сөз. А бізде екінші сызба y-тен болады k бөлінген x, яғни гипербола деп аталынады. Үшінші сызба бізде кубтық парабола деп аталынады. Y-тен болады x куб. Сонда бізде жауап бірінші сызба. Келесі бізде үшінші тапсырма берілген функциялардың графиктерін тап дейді. Бізде тағы да 4 функция берілген екен. Y-тен болады минус 2x қосылған 4 дейді. Енді бұл жерде біз x-тарына мән беріп, y-ті анықтап алу керекпіз. Яғни, мысалға, біріншісіне x тең 0 берейік, x-қа 0 берейік, есептейік. Y-тен болады, x 0 болса, y-тен болады минус 2 көбейтілген 0 қосылған 4 тең болады. Минус 2 0-ға көбейтілген 0, 0-ға 4 қоссаң 4. Сонда бізде мән 0-да 4 деген қабылдайды. Ары қарай келесісі, тағы да x-тің орнына 0 беріп көрейік. X тең 0, y-тен болады 3 көбейтілген 0, азайтылған 3 тең болады, бізде минус 3 шығады екен. Онда 0-да минус 3 болады деген сөз. Ары қарай тағы да x-тің орнына 0 беріп көремін. X тең болады 0, y-тен болады 1,3-тен 2 көбейтілген 0, қосылған 5. Жауап бізде 5 шығады. Сонда бізде 0-да 5 деген сөз. Ары қарай x тең болады минус, 0, y-тен болады минус 0,75 көбейтілген 0 қосылған 3 тең болады, бізде 3 шығады. Жауап бізде 0-да 3 деген сөз. Енді осылар бойынша графиктерден жауаптарын анықтайық. Так, біріншісі 0-де 4 дейді. Бізде 0-да 5, 0-да 4. Міне, бұл бізде қай жауапқа келеді? А жауабына, иә. Так, екіншісі Б жауабы 0-да минус 3, 0-да 5. 0-да минус 3 керек, 0-да 3, 0-да минус 3 метр. Ендеше бұл бізде Б жауабы болады екен. Так, В жауабы бізде 0-да 5. 0-да 5-іміз бізде бірінші жауапта болған. Бұл бізде В жауабы болады екен. Ары қарай үшіншісі, соңғысы белгілі, бұл бізде Г жауабы болады деген сөз. 0-да 3, 0-да 3 деген сөз. Сонымен, үшінші тапсырмамыз аяқталды. Тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңдар, балалар.
Келесі бізде 4-ші тапсырма теңдеулер жүйесі графиктік тәсілмен шешіңдер дейді. Ендеше біз графиктік тәсілмен шешу керекпіз. Жүйе бізде 3х қосылған y тең 8, 2х азайтылған y тең 2 дейді. Енді бұны біз өзімізге ыңғайлап ықшамдап алайық, яғни y арқылы өрнектеп алайық. Неге мынаны дұрыс жазбай алдым? Так, y тең болады, бізде не болады? 3х-ті біз теңдіктің оң жағына шығару керекпіз. 8 азайтылған 3х болады. Ары қарай келесі минус y-ті қалдырамын. Тең болады. 2х-ті шығарамын. 2 азайтылған 2х. Минус болып тұр. Ендеше теңдіктің екі жағында минус 1-ге көбейтіп жіберемін минус 1-ге. Ендеше бізде бірінші функциямыз өзгеріссіз қалады. y тең болады 8 азайтылған 3х. Екінші функциямыз минусқа көбейтіп жіберсек, ендеше плюсқа қарай ауысады. y тең болады 2х қосылған 2 деп жазалайық. Сонымен бізде кесте құрып алайық. Бірінші функцияның кестесі, екінші функцияның кестесі. y тең болады 8 азайтылған 3х. Екіншісінікі y тең болады 2х қосылған 2. 2х қосылған 2. Так, мән береміз 0, 2. X-қа мән беремін 0, 2. Есептемін. X-ің орнына 0-ді қоямын. 0 болады. Мына жерде 8-дің өзі шығады. 2-ні қоямын. 2 үшім 6. 8-ден 6-ны азайтсам 2 қалады. Ары қарай 0-ді қоямын. X-дің орнына 0, 2 қалады. Ары қарай 2-ні қоямын. 4, 4-ке 2-ні қосамын 6 болады. Енді осы мәндер бойынша біз графикке сызбасын салу керекпіз. Так, 0-да 8 дейді. X-іміз 0, Y-іміз 8. 2-де 2, 2-де 2. Енді осы нені сызу керекпіз. Қосып сыздық. Ары қарай келесін сызы. 0-да 2 дейді. X-ім 0, Y 2. Ойбай. Я, X-ім 0 болса, Y-ім 2 болады дейді. Тұр. Бұл жерде қате есептеп қойдық қойымыз. Мына жерде бізде минус болады ғой, бәсе. Алла, кешіріңдер, қателесіп кеттім, минус болады. Мына жерде минус болады. Мына жерде бізде минус 2 шығады. Және де 0 қойған кезде минус 2 шығады. 2-ні қоямын 4, 4-тен азайтамын 2, мына жерде 2 шығу керек. Так, 0-да минус 2, 0-да минус 2, мына точкамыз болды, мына бізде қателіп кетті. Және 2-де 2, 2-де 2. Сонда бізде қиылысу нүктесі абайғын көрініп тұр. Қай нүктеде? 2-де 2. Ендеше жауабымыз бізде 2-де 2 болады деген сөз екен. Келесі бізде 5-ші тапсырма табыңдар. Асы функцияның анықталу облысын табыңдар дейді. Бірінші функция y тең болады минус 4х қосылған 3. Ол бізде ешқандай да бөлшек емес. Ендеше анықталу облысы df тең болады минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейінгі барлық сандарды қамтиды. Екіншісінде бізде бөлшектің бөлімі бізде 0-ға тең болмау керек. Ендеше 2х азайтылған 6 тең 0, 2х тең болады оң жаққа шығарамын 6, x тең болады 6-ны 2-ге бөлсем 3. Яғни 3-ке тең болмауы керек. Ендеше жауапты қалай жазамыз? df тең болады минус шексіздіктен 3-ге дейінгі аралық қиылысады 3-тен плюс шексіздікке дейінгі аралық. Келесі мәндер облысын табу керек. Ендеше минус 5-ті 1 қойып есептеп аламыз, 3-ті 1 қойып x-тің орнына есептеп аламыз. Так, y тең болады 5 көбейтілген минус 5-ті қойып минус 5 азайтылған 3 бөлінген 2 есептеп аламыз. Тең болады 5 25 минус 25 минус 3 минус 28 бөлінген 2 тең болады минус 14 болады. Ары қарай 3-ті қоямын, y тең болады 5 көбейтілген 3 азайтылған 3 бөлінген 2 тең болады есептеймін 3 плюс 15 азайтылған 3 12 бөлінген 2 тең болады 6. Сонда біз жауапты жазамыз. Минус 14 кіші немесе тең y кіші немесе тең 6 аралығында жатады деген сөз екен. Сонымен балалар, назарларыңа көптен көп рахмет. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңдар. Бірінші нұсқасы каналымда тұр.